Қайырлы күн достар, өзіңізді дәмді тағаммен еркелететін кез келді. Жылдам сүзбе пончиктерін дайындайтын боламыз. Бәрі өте тез және қарапайым дайындалады. Әсіресе бұл демалыс күндері таңғы ас үшін жақсы нұсқа болып келеді. Алдымен жұмыртқа мен қантты венчик көмегімен шайқап аламыз. Содан соң сүзбе қосып араластырамыз. Қопсытқыш, тұз, ванильді қант қосылған ұн қосып араластырып, үлпілдек серпінді қамыр илейміз. Қамырды дымқыл қолмен шар жасап айналдырамыз. Орташа отта алтын түске дейін пончиктерді қуырамыз. Кішкентай балалар үшін оны қайнатып, үстіне қаймақ құюға болады. Дайын пончиктерді қант ұнтағымен себеміз. Мінекей достар, қор қосылған пончигіміз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді. Осы рецепті жасауға кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенемін. Өздерінің формасын әдемі ұстайды. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған гүл ас болсын.